Сәлем, менің есімім Жұлдыз, жасым 22-де, 2001 жылғымын және кірпік саласында, сұлулық саласында жүргеніме уже 6 жыл болды және 6 жылдан асып бара жатыр. Және менің өзім тәжірибем жайлы сіздермен бөлісетін болатынмын және үйрететін боламын. Және де маған тіркеліңіздер, себебі менде өте құнды ақпараттар болады, жіберіп алмаңыздар. Және де білгілеріңіз келген информацияны маған комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Және колокольчикті және лайкты басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Сіздерге қазір ресничная линия, яғни переход жайлы үйрететін боламын. Әр кірпіктен переходтан қалай өтілу керек, соны көрсететін боламын. Бұл бізде адамның көзі. Біз бұған переходты, мысалы, кукольный эффект болатын болса, біз ортасына осылай 13 жасаймыз. Мына жерде адамның көзінің қарашығы. Получается, бұл қызға, мысалы, 10-нан бастайтын болсақ, көзінің алды 10, 11. Мұнда мына жерде тағы 12-сі бар. Мына жерде тоже 12-сі. 11-сі. Осымен кірпік бітеді. 10-сы қоймаймыз, потом біз 10-сыдан бастап тұрмыз. И міне, адамның көзінің үстінен қарағанда кірпіктері осылай қатарға бөлінеді. Бұл бір қатар кірпігінің үсті. Мынау екінші қатар, мынау үшінші қатар, мынау төртінші қатар. Получается, бізде адамның көзінде 4, 5, 6 қатарға дейін болады. Ол адамның кірпігінің көптігіне байланысты болады. Осы жерден біз длинаны қалай қоямыз? Мысалы, 12-сыдан 13-сыға дейін өтейін деп жатырмыз. 13-сы мына жер, мынау кірпіктің ортасы болып есептелінетін болса, кірпіктің үстіңгі қабаттан осылай біз 12-сі, 12-сі болып келеміз. Сөйтеміз да, осылай 12-сі, 12-сі болып келеді, астыңғы қатар тастап кетеміз. И мына жерден 13-сі басталады. Егер де біз мына жерден тоже астың 12-сі и 13-сі дейтін болсақ, как ступенька сияқты болып қалады. Сол үшін біз 12-сінің астынан осындай екі қатар кірпікті қалдырамыз да, и сол жерлерге де 13-сі жасаймыз. Мысалы, осылай 13-сі. И қазір тағы қараңыздар. Мен сіздерге тағы көрсетемін. И кірпігін, мысалы, дальше жалғасып жатыр. Біз 13-сыдан енді 12-сі переходқа, например, қалай өтеміз? Осылай 13-сі болып келе жатады. Осы жерден астыңғы қатарды тоже қалдырамыз. 12-сі, 12-сі. И мына жақтан қайтып 12-сі. Осылай бір 3 кірпік, 4 кірпік, 5 кірпік тастап кетіп, осылай переходты осылай жасайтын болсаңыздар, онда переходтарыңыз әдемі болып шығады. Бүгінгі ақпаратым сіздерге пайдалы болса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, және колокольчикті лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де тағы да не білгілеріңіз келеді, келесі тақырып қандай болғанын қалайсыздар, маған комментарийға жазып өтсеңіздер, мен сіздердің жауаптарыңызды ескеретін боламын. Және де всем пока, сүйдім.